Сәлеметсіңдер ме балалар? Көңіл күйлеріңіз қалай? Керемет. Сабаққа дайындықтарыңыз қалай? Тамаша. Ынталарыңыз қалай? Ғажап. Ендеше сабағымызды бастайық. Бүгінгі біздің сабағымыз дүниетану, жергілікті жерді бағдарлау тақырыбы. Оқу мақсаты жергілікті жерді бағдарлау, тұсбағардың көмегімен көкжиек тұстарын анықтау. Сұрақтар. Бағдарлау деген не? Көкжиек сызығы деген не? Көкжиектің негізгі және аралық тұстары қалай аталады? Тұсбағарды пайдаланып көкжиек тұстарын қалай бағдарлайды? Қандай табиғи белгілерге қарап көкжиек тұстарын анықтауға болады? Жақсы балалар, ендеше осы сұрақтардың жауабын бірге іздейік. Ең алдымен бейнетаспаға назар аударайық. Аға, біз қайда барамыз? Неге сонша ерте шықтық? Біз алма бағына барып, алма теріп қайтамыз. Аға, жаңа артымызда үйіміз көрініп тұр еді, енді көрінбей қалды ғой. Алдымызда ағаштар бар еді, олар да көзден ғайып болды. Иә, Дана, бұның бәрін көкжиек деп атайды. Ол қалай? Жай көзбен қарағанда, көз жететін жерге дейінгі көрінетін кеңістік көкжиек деп аталады. Мен түсініңкіремедім. Жарайды, мен саған былай түсіндірейін. Қазір көз алдыңда не көріп тұрсың? Төбешік және ондағы ағашты көріп тұрмын. Міне, төбешікке де шықтық. Айналаға қара, көрініс қалай екен? Қандай әдемі? Үйлер кіп-кішкентай, сонау алыстағы ағаштарды да көріп тұрмын. Ал енді түсіндің бе? Жаңа көз алдыңда тек төбешік пен ағаш көрінді. Төбешікке шығып едік, көз жетерлік кеңістік әлдеқайда кеңейді. Иә, түсіндім. Төбешік алдында кедергі боп тұрды. Сол үшін мен мына үйлер мен ағаштарды көрмедім. Дұрыс, Дана. Теңіз бетінде және жазық далада өте алыс жерге дейін көз жеткізе аламыз. Себебі онда көруге кедергі келтіретін ағаштар мен биік үйлер, төбешіктер жоқ. Ал аспан мен жердің астасқан жерін көкжиек сызығы деп атайды. Алға қарай жүре берсең, көкжиек сызығы да жылжи береді. Оған жету мүмкін емес. Көкжиектен үйіміз көрінбейді. Көкжиектен төбешік жоғалып кетті. Енді алма баққа жетеміз дегенше бізде жоғалып, адасып кетеміз. Енді үйімізді қалай табамыз? Қарындасым менің, қорықпа, адаспаймыз. Себебі дүниенің 4 тұсы бар. Ал біз қай тұста жүргенімізді қайдан білеміз? Көкжиек тұстарын тал түсте сағат 12-де көлеңкеге қарап анықтауға болады. Ол үшін арқаңды күнге беріп тұру керек. Сенің көлеңкең түсіп тұрған алдыңғы жағың солтүстікті көрсетеді. Арқа жағың оңтүстік. Оң қолың тұрған жақ шығыс, сол қол жағың батыс болады. Сонда алма бағы қай тұста орналасқан? Батыста. Көлеңкеге қарап ақ, алма бақтың мына тұста екенін анықтауымызға болады. Сонымен батыс жаққа жол тартайық. Дүние тұстарын ажыратудың жолы көп. Мысалы, мына алма ағашына қараш. Ағаштың солтүстік жағының бұтақтары қысқа, әрі сейірек. Ал оңтүстік жағының бұтақтары ұзын, әрі жайқалып тұр. Жемісі де көп. Сәлеметсіз бе, ата? Амансыңдар ма, балаларым? Алма жеңіз, ата. Рахмет, көкжиектерің кеңейсін, шырақтарым. Сау болыңыз, ата. Дана, біз қай жаққа бардық? Батысқа. Үйімізге қайту үшін енді қай жаққа жүреміз? Шығысқа. Дұрыс айтасың. Менің қарындасым сондай ақылды.
Қайталайық. Көкжиек тұстары. Жай көзбен қарағанда, көз жететін жерге дейін көрінетін кеңістік көкжиек деп аталады. Аспан мен жердің астасқан жерін көкжиек сызығы деп атайды. Көкжиектің негізгі 4 тұсы бар. Көкжиек тұстарын тал түсте сағат 12-де көлеңкеге қарап анықтауға болады. Ол үшін арқаңды күнге беріп тұру керек. Сенің көлеңкең түсіп тұрған алдыңғы жағың солтүстікті көрсетеді. Арқа жағың оңтүстік. Оң қолың тұрған жақ шығыс. Сол қолы жағың батыс болады. Жақсы балалар, бейне таспаны тамашалап болсақ, демек бағдарлау дегеніміз бұл жергілікті жердің көкжиек тұстарын анықтау. Бағдарлау күнге қарап, түс бағдармен және жергілікті табиғи белгілеріне қарап бағдарлауға болады екен. Оқулықты ашатын болсақ, 77-ші бетте адамдар бағытын дұрыс таба білу үшін түс бағдарды қолданады. Түс бағдарды қолдану тәртібі. Түс бағдарды пайдаланарда оны тегіс жерге қоямыз. Оның тежегішін ағытып, тілі тоқтағанша күтеміз. Және көк тілі С әрпін, қызыл тілі О әрпін көрсеткенше қорабын бұрамыз. Енді бағытты оңай анықтауға болады. Жұмыс аяқталғанда түс бағдардың тежегішін қайта қосамыз. Жақсы балалар, міне түс бағдарды қолдану тәртібін де білдік. Енді үйге тапсырма. Бүгін мен не үйрендім сабақтан? Бүгін мен түс бағдар құралымен және жергілікті белгілерге қарап түс бағдарды анықтауды үйрендім. Және үйге тапсырма, оқулықта 77-ші беттегі сұрақтарға жауап жаз.